Сәлем достар, бүгін сіздермен майлы теріге арналған нәрлендіретін, жұмсартатын маска жасаймыз. Майлы бетке арналған ең оңай, қолжетімді рецептпен бөлісемін. Оны дайындау үшін 2 шай қасық миодымыз табиғи болған дұрыс. Қасықтың алынбақ, сондықтан тағы қосайын. Не, осындай миод аламыз. Үстіне қаймақ саламыз. 1 ас қасық. Қаймағымыз өте майлы болмауға тиісті. Үстіне көз шамасымен лимонның соғын шығарамыз. Егерде не болса, онда 20 тамшы қосу керек. Енді бәрін араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне біз витаминдерді қоссақ өте пайдалы болады. Сондықтан D витаминін 1-2 тамшы қосамыз. Аптекада бар, бұл қолжетімді. Бәрін араластырамыз. Бұл маскамыз витаминге бай маска жасалды. Бәрін араластырып, оны 20 минут бетте ұстау керек. Ең бірінші, масканы жақпастан бұрын бетімізді жақсылап жуып, құрғатып, содан кейін жағу керек. Жағып 20 минут ұстағаннан кейін оны жылы сумен жуып тастауымыз керек. Бұл маскамыз өте дәрумендерге бай, жылтыратады бетті, теріні нәрлендіреді, әжін түсудің алдын алады. Маска жасаудан алдын бұл масканы аптасына 1 рет жасауымыз керек. Өйткені бұл өте майлы және витаминдерге бай, теріні нәрлендіреді, әжін түсудің алдын алады. Екінші видеомыз бұл құрғақ теріге арналған маска жасаймыз. Оған 2 шай қасық сүт, жылы сүт керек. Оның үстіне жарты ас қасық овсянка ұн татылған, өте майда етіп ұн татылған. Овсянка бұл сұлы. Жақсылап араластырып, бұны 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Жұмыртқаның сары уызын алдық, оны жақсылап араластырып аламыз. Енді бұқтырып қойған овсянканы ыдысымызға саламыз. Оның үстіне жұмыртқаны қосып сарсын.
бірге араластырамыз. Міне осындай сұйықтағы маскамыз дайын болды. Масканы жағардан алдын бетімізді жақсылап жуып, оны құрғатамыз. Содан кейін масканы бетте жағып, оны 20 минут ұстап тұрамыз. Бұл маска теріні тыныштандырады, теріге терең сіңеді, құрғақ бетті нәрлендіреді, беттің қабыршақтануына қарсы күреседі, теріні жұмсартып, нәрлендіреді. Бетімізді жылы сумен жуып, артынан өзіміздің жақсы көретін кремімізді жағуымыз керек. Бұл масканы аптасына 2 рет жасасаңыз болады. Жасаған маскамызды шыны ыдысқа салып, оны холодильникте ұстауымыз керек. Артылған. Керек кезде қолдана бересіздер. Барлық типтегі кожаға арналған маскамызды жасаймыз. Оған сары жұмыртқаның ақ уызын аламыз және мед екеуін араластырамыз. 2 қасық ақ уызын аламыз. Үстіне жарты қасық мед алып, шай қасық. Жақсылап араластырамыз. Маскамыз дайын болды. Енді бетімізді жақсылап жуып алып, кептіріп, артынан масканы жағу керек. Бұл маскамыз бетті нәрлендіреді, құрғақ бетке өте керемет әсер етеді. Дәрумендерге теріні байытады. Беттің қабыршақтануына қарсы күреседі. Бұл масканы 1 рет жағып аламыз, артынан 2-ші рет тағы жағу керек. Кепкен кезде оны жылы сумен жуып, артынан өзіңіздің сүйікті, жақсы көретін креміңізді жағуыңыз керек. Міне 2 масканы де шыны ыдысқа салып қойдық. Бұны холодильникте ұстаймыз. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Комментарий жазып кетіңіздер.